Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге қорждары өте нәзік болып шығатын капкейктің рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге жұмыртқа, секер, бөлме температурасында сары май, үлкен ыдысымыз және сүт, ұн, шым-шым тұз қажет болады. Електен өткізілген ұнымызға 2 шай қасық қопсытқыш салып араластырып қоямыз. Енді ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды, секерімізді және шым-шым тұзымызды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Секеріміз ерігенше. Еріп бастаған кезде бір-бір жұмыртқадан қосып араластырамыз. Барлығын бірден қосып жібермеңіздер, себебі біздің капкейктің бисквиті өте нәзік, үлпілдек, жұмсақ болып шығу үшін осы ережені сақтаған жөн. Ұнымыз бен сүтімізді де бірден құйып жібермейміз, 3 бөлікке бөліп қосатын боламыз. Қамыры өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Бұл рецептпен жасайтын болсаңыздар, жасап көруге кеңес беремін. Біркелкі барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін қаймақ тәріздес масса дайын болады. Көріп тұрғандарыңыздай, енді арнайы капкейктің ыдысына осылай 2 ас қасықтан салатын боламыз. Он 15 дана шығатын болады осы рецепт бойынша. Енді қалған 3 бөлігін бетін жауып шетке қоя тұрамыз. Барлығын дәл осындай етіп пісіріп, суытып аламыз. Екеуінің ғана шапкасы шықты. Кесіп алып, кремімізді жағып, холодильнигімізге қойып қоятын боламыз. Кремнің үстін өзіңіз қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Менікі классикалық үлгіде, ештеңемен әсемдемеймін. Осының өзі өте дәмді әрі керемет болып шығады. Достар, егер менің арнам сіздерге пайдалы болып ұнап жатырса, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер қоятын сұрақтарыңыз болса, пікір бөліміне қалдырсаңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Дәмі деген өте керемет, нәзік болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Замира. Астарыңыз дәмді болсын.